Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Біз сафариге бара жатырмыз. Балалар, сендер бізбен біргесіңдер ме? Біз кітап арқылы жануарларды іздейміз. Бұл жануарлардың кейбірі өте сүйкімді. Сендер олардың кейбірін міндетті түрде білесіңдер. Қаласаңдар, бұл жануарлардың кім екенін маған жазып жібере аласыңдар. Ең алдымен біз Мысырға барамыз. Бұл жерде ауа райы өте ыстық, аспанда күн жарқырап тұр. Израильдіктер 400 жыл бойы осы елде құл болды. Олар Құдайдан өздерін құтқаруын өтінді. Құдай олардың дұғаларын естіді, бірақ перғауын оларды жібергісі келмеді. Жаза ретінде Құдай Мысырға жануарларды жіберді. Олардың көп болғаны соншалықты, олар бүкіл жер бетін басып кетті. Олар мысырлықтардың үйлеріне, тіпті төсектеріне кіріп кетті. Бұл қандай жануарлар? Құдайдың елшісі Ильяс талай шақырым жол жүріп, өзен жағасына жетті. Сол жерде ол ұзақ отырды. Оған құстар таңғы және кешкі асқа тамақ әкеліп тұрды. Қандай құстар? Оған нан мен етті әуе поштасы арқылы әкеліп тұрды. Менің есіме балағам түсті. Ол Құдайдан алыс болды. Бірде ол жануарына мініп, оны ұра бастағанда, жануар оған адам даусымен сөйледі. Бұл қандай жануар еді? Балалар, сендер әрине Арарат тауы туралы білесіңдер. Нұх пайғамбардың кемесі үлкен топан судан кейін осы тауға тірелді. Қандай құс жер бетіндегі су деңгейінің айтарлықтай төмендегенін хабарлап, тұмсығында жасыл бұтақты әкелді. Біз сафариді жалғастырамыз. Келесі ел Бабыл. Сол жерде Даниал пайғамбар тұтқында болғанда өмір сүрді. Даниал пайғамбар мен үшін үлгі. Ол күніне 3 рет сыйынатын. Сол үшін ол аш жануарларға тасталды. Бірақ олар Даниалды жей алмаулары үшін Құдай олардың ауыздарын жауып тастады. Бұл қандай жануарлар? Киелі кітапта қандай жануар ең айлакер деп аталатынын білесіңдер ме? Бұл жылан. Оның көмегімен шайтан алғашқы адамдарды азғырып, оларды мойынсұнбаушылыққа итермеледі. Солай болмағанда, бәрі Құдаймен бақытты өмір сүрер еді. Бірақ өкінішке орай, солай болды. Және енді әр қайсымыз жаратылысымыз бойынша Құдайдан алыспыз. Сондықтан Иса бізді оңай адасып кететін жануарлармен салыстырады. Қандай жануарлармен салыстыратынын білесіңдер ме? Иса ізгі бағушы. Ол барлық адамдарды жақсы көретіндіктен бізді атымызбен атайды. Балалар, мына жануарлардың кем дегенде 4-еуін атай аласыңдар ма? Маған жазып жауаптарыңды жіберсеңдер, мен өте қуанамын. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.